Сәлеметсіңдер мен балалар. Бүгін сіздерге Мәңгілік ел ұлы дала заңдары атты апталығының аясында бала құқығы, адам құқығы атты виртуалды көрмені ұсынамын. Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының негізгі бағыттарының бірі балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, қоғам өмірінің сапасын арттыру, әрине бірінші кезекте балалардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған. Кез келген мемлекетте, қандай да бір қоғамда балалар ерекше қамқорлықта және қорғауда болуы керек. Қолымыздағы барымыздың ең қымбаттысы балалар. Сондықтан да олардың өмірі қалай, қаншалықты қалыптасқандығына, мемлекет олар үшін қандай жағдайлар жасағандығына сәйкес еліміздің келешегі айқындалады. Осыған байланысты балаларды қорғау, олардың негізгі құқықтарын қорғау сұрақтары кез келген мемлекеттің басты көкейтесті мәселесі болуы қажет. Адам құқығы бала құқығын қорғаудан басталады. Міне, адамның шыр етіп жерге түскен минутынан бастап, оның өмірін, денсаулығын, тыныштығын қорғап отырған заң бар. Бұл заң 1948 жылы 10 желтоқсанда қабылданған адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы. Сонымен қатар 1959 жылы қабылданған бала құқығы декларациясы. Міне осы декларациядан кейін 61 ел қол қойған 1989 жылы 20 қарашада балалар құқығы туралы конвенция қабылданды. Қазірде бұған 191 мемлекет кірген. Конвенция деген арнаулы мәселелер жөніндегі келісім шарт. Осы конвенция негізінде 2002 жылы бала құқығы туралы заң қабылданды. Бұл заң 9 тарау 53 баптан тұрады. Осы ережелерді бұлжытпай орындау біздің отаным салтындағы парызымыз. Біздің өмірдегі кейбір келеңсіз жағдайлардан көбі біздің осы заң талаптарын, тәртіп талаптарын білмейтіндігімізден туындап жататын секілді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауында тұрмыстық зорлық-зомбылық, әсіресе балаларға қатысты қылмыстарға қолданылатын жазаны шұғыл түрде қатайту қажет делінген. Қазіргі кезде бала құқықтарын қамтамасыз етуге байланысты мәселелер бүкіл әлем қызығушылығын туғызып отыр. Бұл қоғамның өміршеңдігін кепілдік етудегі және оның келешек дамуын болжаудағы өсіп келе жатқан ұрпақтың анықталған рөлімен түсіндіріледі. Адам өзінің іс-әрекеттерін дұрыс бағалауы қажет, соған талпыну керек. Өйткені ер жеткенде ол өзі үшін де және басқаға да жауапты болады. Назарларыңызға рахмет.